Баршаңызға сәлем. Бүгін мен көпшілікке белгілі америкалық панкейк пісіретін боламын. Панкейкті біздің үйдегілер ұнатады, мен жиі істеп тұрамын. Әсіресе таңғы асқа өте тиімді. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, үстіне шекер қосып, екеуін жақсылап ұрғылап араластырып аламыз. Үстіне аздаған қопсыш қосамын. Қопсышқышты ұнмен қоссаңыздар да болады. Және жылы сүтімізді, және ерітілген майымызды құямыз. Панкейкке салатын ұнды 2-3 бөліп саламын. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай ұрғышпен араластырсаңыздар, бір жақсы жері ұн толық араласады. Арасында түйір болып қап қоймайды. Міне ұнның барлығын салдым, барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді қызып тұрған табамызға панкейкті пісіріп аламыз. Табаға ешқандай май жағылмайды. Бұл тағамның бір жақсы жері майсыз дайындалады, яғни жүрекке тимейді. Жеңіл ас және тез дайын болады. Сіздерге де ұнайды, дайындап көріңіздер. Панкейкті табаға құйғаннан кейін шамалы уақыт өткен соң бетіне майда көпіршіктер пайда болады, яғни ол кезде асты пісті деген сөз. Арғы бетіне аударып алу керек. Дайын болғаннан кейін барлығын тарелкаға салып, өзіңізше өз қалауыңызбен әсемдейсіз. Мен қойытылған тәтті сүт пайдаландым, немесе шоколадты ерітіп үстіне құйсаңыздар да болады. Жидектермен әсемдесеңіздер де болады. Өте дәмді жеңіл ас, сіздер де дайындап көріңіздер. Кеңес беремін.